Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қазақ әдебиеті сабағы. Өткен тақырыптарда бастаған Қобыланды батыр жырын біз әрі қарай жалғастыратын боламыз. Әдебиет кітаптарыңыз бен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазып қойыңыздар. Тақырып Қобыланды батыр жырының көркемдік ерекшелігі. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының мағынасын ашу, яғни жырдағы көркемдегіш құралдарды анықтайтын боламыз. Балалар, көркемдегіш құралдардың не екендігін біз өткен сабақтарда айтқан болатынбыз. Яғни көркемдегіш құралдар шығарманың мәнін, ажарын келтіріп тұратын сөздік қолданыстар. Бұған дейінгі сабақтарымызда біз теңеу және эпитетпен таныс болғанбыз. Теңеу затты не құбылысты өзіне ұқсас затпен немесе құбылыспен салыстыру. Оның бірнеше жасалу жолы бар, я? Дай, дей, тай, тей жұрнақтары, ша, ше жұрнақтары. Мысалы, бұлбұлша, адамша, немесе қояндай, арудай деген сияқты. Оған қоса секілді, сияқты, тәрізді деген сөздердің тіркесуі арқылы жасалады екен. Ал эпитет заттың не құбылыстың айрықша, ерекше белгісін көрсететін суретті сөз екендігін білеміз, я? Ал бүгінгі сабақта троптың жаңа түрлері гипербола, литота және қайталаумен танысатын боламыз. Балалар, гипербола затты не құбылысты шамадан тыс үлкейтіп көрсету, яғни адам миына сыйғысыз, адам сенгісіз дәрежеде өте үлкен етіп көрсету. Мысалы, жоғарғы ерні көк тіреп, астыңғы ерні жер тіреп. Яғни бүкіл әлем аузына сыйып кеткен деген мағынаны беру үшін жоғарғы ерні көк тіреп. Мысалы, шынайы өмірде олай болуы мүмкін емес, я? Бірақ шығарманың ажарын келтіріп әсірелеу үшін гипербола, литота сияқты троптың түрлері көбінесе батырлар жырында көбірек қолданылады екен. Ал литота гиперболаға керісінше, яғни затты не құбылысты шамадан тыс кішірейтіп көрсету. Мысалы, от орнындай тұяқтан оймақтайы қалыпты дейді. Тұяқ үлкен дүние болса, оймақ өте кішкентай, я? Яғни гипербола, литота бұл әсірелеудің түрлері екен. Оған қоса балалар, троптың бір түрі бұл қайталау. Аты айтып тұрғандай, оқырман назарын айрықша аударғысы келетін, яғни назар аударғысы келетін затты не құбылысты бірнеше мәрте қайталау. Мысалы, ау қызғыш құс, ел қорыған мен едім, мен де айрылдым елімнен. Бұл жерде қайталау қызғыш құс сөзі екі рет қайталанып тұр. Және сөздің соңындағы мен едім тіркесі келесі сөздің басында да мен де болып қайталанып тұр екен. Яғни қайталау ерекше назар аударуға тиіс сөзімізді бірнеше рет қайталау екен. Троптың жаңа түрлерімен таныс болсақ балалар, енді тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма, сіздерге балалар Қобыландының көбіктіні жеңуі және елін жаудан азат еткен ерлер бөлімін оқып, Қобыланды батыр жырын осымен аяқтау оқу тапсырмасы ретінде берілген болатын. Яғни елін жаудан азат еткен ерлер бөлімін оқып, жоспар құрасыздар. Мысалы, Қобыландының көбіктіні жеңуі бөлімі бойынша мынадай жоспар құрдым мен сіздерге үлгі ретінде. Бірінші, Қобыландының көбіктіні жекпе-жекке шақыруы. Екінші, Қобыландының көбіктіге оғын дәл тегізіп жеңуі.
Үшінші, көбіктінің жылқысын айдап кетуі. Дәл осылай елін жаудан азат еткен ерлер бөлімін оқып, жоспар құрасыздар. Бұл тапсырмаға 5 балл беріледі. Бірінші тапсырманы оқып болсақ, екінші тапсырма мына берілген үзінділерден теңеуді, эпитетті, гиперболаны қайталауды табыңыздар. Яғни, біз осыған дейін таныс болған және бүгінгі сабақта танысқан троптың түрлерін тағы бір қайталап шығып, ережесін, жасалу жолдарын тағы бір еске түсіріп, мына үзінділердің ішінен қайсысы теңеу, қайсысы эпитет, қайсысы гипербола немесе қайталау екендігін анықтауларыңыз керек. Әрбір дұрыс анықтаған көркемдегіш құрал үшін 1 балдан барлығы 5 балл беріледі. Олай болса, балалар, тапсырмаларды орындауға сіздерге сәттілік, әрбір орындалған тапсырманы мұғалімге жолдаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.